Сенде бола ма осы мынандай көре алмаушылық деген зависть дейміз ғой. Мысалы біреудің жетістігін көрсең, біреудің машина или квартира алған, сондай бір күшті бірдеңе жетістік болып жатқан кезде естіп бір пайда болады ғой, көре алмаушылық, зависть, деген сияқты. Ол нормально, то есть ондай барлығында болады. И мен сендерге қазір сол зависть жайлы бір зат айтам, и сендер реально ойларың өзгереді. Қараңдар достар, вот сендерде зависть пайда болады ғой. Реально сол зависть пайда болған кезде сендерде стимул пайда болады. Сонымен бірге сол стимулды адамдар дұрыс қолдану білмейді. Оны дұрыс қолданса көп адамдар жетістікке бай болады, кәдімгі жетістіктерге жетеді. Сол стимулды қалай қолдану керек екен, сол завистті өзіге жақсы жағынан қалай қолдануға болатынын сендерге қазір айтам, сендер реально в шоке боласыңдар. В общем, былай ғой, міне сен мысалы біреудің бір машина, жындым, новый машина алған естідің, иә, и сенде бір зависть пайда болады, и сен ойлайсың, блин, андай көп адамдарда бар андай черная зависть деген. Сол адамды типа нет тастаған келеді ғой, типа полить грязью дейді ғой, топырақ шашып, ол адам жаман адам, оларға машина салған жаман машина, онша емес, сынып қалады ертең карета деп. Вот сол моментте егер де сенде сондай чувство пайда болса, ол наоборот, былай айтқанда, сен сол чувствоны алып, сен сол черный завистті алып, сен белый завистқа айналдыра аласың. Мен қазір сендерге айтам қалай екенін. Именно сол моментте сен түсіну керексің, что со мной происходит, неге мен бұны чувствовать етіп жатырмын деп. И соны түсінгенде сен уже ары қарай біле бастайсың, неге олай болып жатқанын. Қазір сендерге айтам, до конца тыңдаңдар, өте қызықты болады. Қара, міне, сенде зависть пайда болғанда, бұл первый звоночек того, что ты этого реально хочешь. Потому что егер де ол зат саған қызықты болмағанда, сенде зависть болмаушы еді. Мысалы, мен өзімнің өміріне пример алайыншы. Мысалы, менде бір таныс бір жігіт бар. Доктор, осы недавно доктор наук деген дәрежеге жетті. И мен ол кісіге қараймын да, менде ешқандай зависть жоқ. Неге? Өйткені мен ешқашанда доктор наук болғым келмеген. И келмейді да. И сондықтан ол, мысалы, доктор наук болу деген, ол масқара, реально легендарный не ғой, результат қой, нәтиже. Но менде зависть жоқ, потому что мен ондайға қызықпаймын. Но менде осы недавно бір случай болды. Мен бір танысым новый автосалоннан новый Lexus сатып алды, қымбат внедорожник. И менде реально зависть пайда болды. И мен сразу словил себя на мысли, что неге бұл зависть келді маған. Просто так келмейді ғой. Мысалы, Аллах тағала бізді жаратты, и бізге чувство зависть деген былай тупо бере салмаған ғой. Просто мынау зависть деген нәрсе негізі, на самом деле, бұны извращать етіп жүрген. На самом деле бұл зависть деген интерес, то есть реально Құдайдың берген интересі бар жаңағы адамға. Сол интерес деген сөзді, сол интерес деген чувствоны адамдар завистқа айналдырып, бұл интерес деген чувство келді, енді бұны дұрыс қолдану инструкциясы болмағасын дұрыс қолданбай алатты черный завистқа айналдырып жүрген. Сол стимулды дұрыс қолданбағаннан, то есть сондай жаңағындай сен естідің, біреудің жынды машина сатып алған, стимул пайда болды, сен аласына обливаешь его грязью тупо. Потому что сен білмейсің, ешкім саған үйретпеген, мектепте үйретпеген, что саған жаңағы стимул келгенде стимулды қалай қолдану керек екен. То есть сен, мысалы, мен жаңағы лично менің случайымда мен биттім, так, новый Lexus автосалон, мен танитын, менімен бірге жүріп бастап жүрген адам, менімен жасты адам, новыйдан за наличку автосалоннан Lexus сатып алыпты. Аха, значит, бұл маған завистті тудыртқызбау керек, наоборот, стимул алу керек. Именно сол случайдан реальное подтверждение того, что семен бірге бастаған адам мінеки тоже өзінің мақсатына жетіп машина алып жатыр. То есть, мындай сөз бар ғой, если смог один, сможешь и ты деген. То есть для меня это реальное подтверждение того, что я тоже могу себе такое позволить. Потому что ол адамда да екі қол, 10 саусақ, екі аяқ, бір бас. Ничем я не хуже деген сияқты ғой. Сондықтан ол наоборот маған зависть емес, мотивация береді. Вот сендерде соны үйрену керексіңдер. Зависть пайда болған кезде сразу, такс, бұл кеп тұрған, бұл стимулды так завистқа айналдырмаймын. То есть черный зависть, белый завистқа айналдырамын деп былай айтқанда.
и аласыңдар да соны өздеріңе во благо қолданасыңдар, и соны үйреніп алсаңдар. Басында кішкене қиын болады, но уже 4 рет істегеннен кейін, 4 рет жаңағы зависть келе бастағанда сендер уже ары қарай үйреніп аласыңдар. Вы научитесь трансформировать свой зависть в былай айтқанда белую зависть или в нужный стимул. Көп адамдарға стимул жетіспейді, мотивация жетіспейді, и реально бұл зависть болып типа келді, типа зависть болып, и сендер мысалы аласыңдар да оны черный зависть емес, сендер аласыңдар да оны мотивация, стимулға айналдырасыңдар. Вот сондай, вообще солай ғой. Сондықтан біздің өміріміздегі заттарды, келіп жатқан нәрселерді, энергия, стимул барлығын дұрыс қолданып үйренейік. Бұл біздің өмірімізге өте қатты әсерін береді. Мысалға, достар, менің өмірімнен пример бар ғой, реально. Не надо далеко ходить, міне осы мен Астанаға көшіп кеткенім 4 ай болды. И мысалы мен Астанаға көшіп кеткеннен кейін, мысалы өзім естіп жатырмын, Қарағандыда қалған адамдар, мысалы сол не Астанаға Қарағандыға қонаққа барғанда типа айтасың, мен сол Астанада тұрып жатырмын, мына деп, типа сол кезде ой, Алматы жақсы ғой деп просто тупо айта салады ше. Типа вообще Алматы жайлы даже әңгіме қозғалған жоқ, просто айтады Алматы жақсы ғой деп. И сол айтқан адамды даже солай, Алматы жақсы ғой деп, тоже көрініп тұрады ше, скрытая зависть. То есть мен ол адамды даже білем, четко білем, что ол адам вообще кезінде Астанаға қатты барғысы келген, өзі Астанада тұрғысы келген, но бірақ та мамасы, ол жігітті мамасы жібермей қалған Астанаға, и сондықтан Қарағандыда қалып қойған. И сол жаңа Астана жайлы әңгіме айтқанда реально айтады да, типа Алматы жақсы ғой деп, типа обесценивает тот факт, что типа напрямую айтпаса да, типа ой, Астана фигня ғой деген сияқты намек айтып, скрытый агрессиясын білдіреді да. Вот соның өзі тоже зависть, на самом деле вот яркий подтверждение того, что адам өзі мысалы столицаға жаңа Астанаға көшкісі келді, көше алмай қалды, и он обливает грязью. Кім сол жаңа Астанаға көшіп кетті, соны обливает грязью, потому что он использует жаңағы свою зависть неправильно. То есть человек не умеет использовать свою зависть правильно, и поэтому вот такие осындай жаңа нелі болады. В общем, былай айтқан несчастный вот адам. Жаңа сендерге зависть туралы айттым ғой. Сол кезде стимул пайда болады дедім ғой. Сол кезде стимул емес, ну как бы стимул, но больше подходит энергия. Энергия деген сөз больше подходит, потому что зависть басталған бетте, зависть келгенде энергия келеді бірге. Сол энергияны сен шешесің. Конструктивно или деструктивно жіберетін. То есть белый завистьқа айналдырасың ба или черный завистьқа айналдырасың ба. Вот. Және де достар, егер де осы зависть жайлы, көрелмаушылық жайлы, осы мен айтқан сөздердің барлығын толықтай түсінгілерің келсе, онда мынандай фильм бар, в общем, мужчины, которые построили Америку деген. То есть ол фильмда даже Дональд Трамп өзі ойнайды, ол типа документальный фильм, сондықтан соны Гуглға жазып, мужчины, которые построили Америку, смотреть онлайн деп жазып, соны көрсеңдер болады. Вот сол жерде ярый пример того, как американский, осы Американы реально құрастырған супер бизнесмендер, Джон Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Джей Пи Морган деген осындай акулалар, жаңа бизнес акулалар, миллиардерлар қалай использовали осы завистті, көрелмаушылықты, как они использовали себе во благо. Вот яркий пример, соны обязательно көріңдер, достар. Және де достар, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңдар, сақтап қойыңдар, және де барлық достарымен, таныстарымен, барлық чат, группа, барлық жерге бөлісіңдер. Өйткені қазір біздің осы елде завистливый, көрелмейтін адамдар көп. Пусть олар осы видеоны көріп, жаңағыдай өздерінің қателіктерін түсініп, осы завистті дұрыс қолданып, белый завистьқа айналдырып, біздің осы қоршаған ортамыздағы адамдар более позитивный болсын.